Мен Ильяс Сақчан Тұрғанбайұлы, Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің автоматтандыру және басқару бөлімінің бірінші санатты арнаулы пән мұғалімімін. Біз бүгінгі сабағымызда бақылау өлшеу аспаптары және автоматика слесарь құзыреттілігі бойынша бақылау өлшеу аспаптарын және аспаптардың автоматика құралдарын жөндеу кәсіптік модулінен қысым өлшеу аспаптарын жөндеу бейне сабағын түсіндіреміз. Қазір мен осы бейне сабақты мынау арнайы жасалынған зертханалық стендтен көрсетеміз. Мынау зертханалық стенді негізін қысым өлшеу аспаптарын зерттеуге арналған. Яғни мынау қысым реттегіш электрондық электроконтактылы манометр тұр. Яғни бар өлшемі 1 манометр және килограмм сантиметр квадратта бір өлшем бірлікте 1 манометр. Не көріп отырсыздар, біз жаңа компрессорды қосып 3 барға дейін көтеріп қойдық. Яғни міне манометр көрсетіп тұр 3 барды, а мұнда 1 манометр міне көрсетпей тұр. Яғни біз осы жерден осы манометрді алып, қазір жөндеу жұмыстарын көрсетеміз негізгі. Яғни бірінші біз арнайы құралдар, кілт құралдармен арнайы демонтаж жасаймыз. Яғни ол үшін жаңағы бізде шығып тұрған ауаны, яғни системадан жоғарғы сыртқа шығарып жіберуіміз керек. Ол үшін әуелі мынаны ажыратамыз, содан кейін барып ауаны сыртқа шығарамыз. Яғни бізде мына манометр іске аспай тұр. Яғни міне арнайы кілт құралмен біз мынаны демонтаж жасап аламыз. Яғни мына кранды жабамыз, сөйтіп манометрді демонтаж жасап аламыз. Мінекейіңіз алдық. Енді бұл манометрді арнайы жөндейтін орынға апарып жөндейміз. Енді біз мына манометрді жөндеу орнына алып келдік. Осы манометрді қазір біз жөндеу тәсілін көрсетеміз. Жалпы манометрлердің негізгі ақауларын түсіндіреміз. Яғни негізінен қандай ақаулары болады, соны түсіндіреміз. Ол үшін біз бет пердесіндегі арнайы әйнегін аламыз. Ол үшін мына жерде 2 шүріпті арнайы отверткамен босатып аламыз. Екі жағындағы. Міне әйнекті аламыз. Яғни өзінің әйнегін қойдық. Енді әйнегін осылай жеке қоямыз да. Енді біз мұна тілшені алуымыз керек, яғни стрелканы алуымыз керек, көрсеткіш. Ол үшін әдейі арнайы құрылғылармен жай ептеп қана көтеріп аламыз. Яғни біз тілшені алдық, яғни көрсеткіш стрелкасын. Енді онан кейін бетіндегі цифровой, яғни сандық нені алуымыз керек. Яғни ол үшін манометрдің астындағы нені көру үшін бізге 2 шүріп ағытып аламыз, босатып. Енді жай көрсетімді аламыз. Міне біз бұны алып қоямыз, мұны жерге арнайы. Енді қараймыз, бұл манометр неге бізге көрсетпей тұрды? Негізгі ақауы, бұнда манометрлердің негізгі ақауы 3 түрде болады. Яғни біріншісі мұна көрсеткіш тілшенің яғни орнынан, ұяшықтан босап кетуі, яғни бос болып қалуы. Екіншісі мұна кергінің босап кетуі. Үшіншісі мұна ішіндегі цифровойдың, яғни шестернаның ішіндегі. Яғни осының теріс айналып кетуіне байланысты. Яғни қысым қатты түскен кезде мұна қатты көтеріледі, яғни стрелка кейін қарай айналып кетеді. Яғни бізде жаңа көріп отырғанымыздай, қарасаңыздар, мына бізде кергі босап кеткен. Яғни осының босап кетуіне байланысты бұл стрелка бізде көрсетпей тұр екен. Мінекей қазір кергіні қайтадан орнына қойып қатырамыз.
көрдіңіздер ме, мына кергі мынадай болып босап кеткен. Яғни бұл алдына жақындап тұру керек. Міне осы жерге қатырамыз кейін өзінің орнына. Міне, яғни біз осы тұрғанда көрсететін болды. Қарап отырсаңыздар, міне біз кергіні қатырдық орнына, өзін қайтадан қалпына келтіріп. Енді көреміз қазір. Қайтадан тілшенің орнына саламыз. Әуел жинамас бұрын. Яғни бұл дұрыс көрсете ме, көрсетпей ме, қазір қарап отырып көреміз. Яғни нөлдің жобасына қоямыз. Мінекейіңіз. Яғни біз қойдық орнына бұны. Көрдіңіздер. Енді қазір қозғап көреміз. Қозғала ма? Мінекей. Міне. Яғни біз қысым келген кезде бурдон түтікше істейміз, майысқақ түтікше, ол жоғары қарай көтерілу керек. Мінекей. Міне осырғанда қозғалып көрсетті. Яғни біз мына кергіні дұрыстап қатырдық. Міне осыған кейін барып, міне көрсетіп тұр. Көрдіңіздер ме? Енді бұны қайтадан орнына қалпына жинаймыз. Яғни ең бірінші біздер ең соңғы алынған зат бірінші салынады, ол жинау кезеңінде. Яғни біз жөндеу кезінде бірінші ашатын болсақ, бірінші біз әйнектен, бетіндегі әйнегінен бастап алдық бұны. Ал енді біз керісінше әйнек ең соңынан түседі, біз ең соңғы алған затымыз мына бірінші бетін саламыз орнына, өзін. Яғни өзінің орнына саламыз да, сүріктің орнына бекітеміз. Міне бетін бекіттік, енді орнына сүрікіні қайтадан нөлге әкеліп қоямыз. Көрдіңіздер ме? Яғни нөлдік деңгейге қоямыз. Мінекей, яғни нөлде қойдық сүріксін, енді әйнегін орнына саламыз. Яғни бұның өзінің орнына кигіздік. Яғни бұл жаңа нені жөндеу жұмыстарын аяқтадық. Қазір бұны апарып жаңағы зертханалық центрға қайтадан саламыз да, яғни тексеріп көреміз бұны. Міне жаңа біз манометрді жөндеп алып келдік. Енді осы орнына қайтадан монтаж жасаймыз. Яғни бізде мына жерде ауаның барлығы шығарылды. Яғни осы кранды жабамыз да, яғни өзінің орнына қайтадан. Яғни мына жерден ауа шығып кетпесін арнайы ленталармен жауып ораймыз резинкасын. Мінекей, енді орнына қайтадан бұрап қоямыз. Арнайы кілт құралмен. Яғни бізге көрсетілімі болып орнады. Енді біз қайтадан стендті қосамыз да, яғни бұның көрсетілімін қарап тексереміз қазір. Міне 2 барға дейін бір көтердік. Яғни қарасаңызда міне 2 барды бұлда көрсетіп тұр. Көрдіңіздер ме? Мынау бармен көрсетіп тұрды, мынау килограмм сантиметр квадрат өлшем бірлігі. Яғни сонымен көрсетті. Көрдіңіздер ме? Яғни 1:8-ге келді. Біз арнайы. Яғни бұнда қазір көреміз. Енді біз ауаны шығарған кезде бұл қайтадан төмен қарай түсу керек. Яғни 1:7-тен қазір қараймыз. Міне, яғни бұл төмен қарай түсу керек. Яғни манометріміз. Міне, біз ауаны шығарып жатырмыз. Қазір жаймен түсіп жатыр. Көрдіңіздер ме?
міне өзінің орнына келу керек. Яғни мынау нөлге барады, мынау да нөлге түсу керек. Яғни мынау бармен көрсетеді де, мынау килограмм өлшем килограмм сантиметр квадратпен көрсетеді. Міне түсіп келе жатыр. Көрдіңіздер ме? Яғни біз манометр жөндедік. Міне жөндеп орнына қойдық, монтаждап қойдық мінекей. Яғни міне мінекей болды. Біз манометр жөндеп орнына. Яғни біз бұның дәлдік классына сәйкес біз бұны арнайы зертханаларда ғана жасалынады. Яғни біз бұны жөндеп өзінің қалпына келтіріп жұмысқа қойдық. Бұл техникалық құрылғылар болып саналады. Енді біз жаңағы манометрді міне жөндеп алып келіп монтаждап орнына қойдық. Енді бұл сабақтың қорытындысында бақылау өлшеу аспаптары және автоматика құралдарын жөндеу мақсатында біз яғни манометрдің ақауларын талдадық, яғни оның қандай түрлері болатынын білдік, және екінші манометрдің ішкі ақауларын жөндеу тәсілдерін үйрендік. Және сонымен бірге манометрлердің демонтаж алу, сосын қайтадан қалпына келтіріп монтаждауды меңгердік. Назарларыңызға үлкен рахмет.